Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұрында көріп жүрген көрермендерім білетін шығар, мен өзім каналымда түрлі мастер-класстардан алған ақыл рецепттерімді сіздерге тегін видео рецепт қылып салып отырамын. Сол үшін менің арнама подписация батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз, және де маған қолдау ретінде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бүгін құлпынайдан варенье жасайтын боламын, және де құлпынайды қалай дұрыс қысқа сақтау керектігін көрсететін боламын. Ең бірінші құлпынайларымызды осындай ыдысқа су құйып алып жуып алатын боламыз, және де ескеретін жағдай, құлпынайды басқа жемістер сияқты бірнеше рет шайып жуа алмаймыз, себебі бұл нәзік жеміс, езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан бір рет осылай таза суға жуып алсаңыз жеткілікті. Видеода өздеріңіз көріп тұрғандағыдай мен жуып болғаннан құлпынайларымды бірден сорттап алып жатырмын. Яғни қатты, үлкен, әсемдеуге, тортты безендіруге келетін құлпынайларды теріп, осындай ыдысқа біртіндеп жайып қойып жатырмын. Ал езілген, торттың бетін әсемдеуге келмейтін немесе ақшыл құлпынайларды осылай бір кеңірек ыдысқа салып сорттап алып жатырмын. Қатырып алу үшін сорттап алған құлпынайларыңызды дәл осылай сулы күйінде қатырып қоймаңыздар, себебі ыдысына сумен бірге мұз болып қатып қалуы мүмкін. Сондықтан құрғақ салфеткамен кептіріп немесе бірнеше уақытқа суы кепкенше қойып, содан соң қатырғандарыңыз дұрыс. Ал құлпынайдың вареньесін мен дәл осылай блендермен қантты өзіме керекті мөлшерде қосып, жай ғана езіп баклажкаға воронканың көмегімен құйып қатырып қоя саламын. Ешқандай қайнатпаймын, себебі құрамындағы витаминдері кетіп қалуы мүмкін. Ал қантты өзіңіз қалау бойынша қоссаңыз болады. Кейбір кісілер құлпынай қанша килограмм, сонша килограмм қантты қосып жатады, бірақ мен олай қоспадым. Міне вареньемізді баклажкаға құйып дайындап қойдым. Дәл осы күйінше қатырып қоямын. Қалған кезде алып варенье қылып жей берсеңіз болады. Ал қатырылған құлпынайларды дәл осындай пластмасс ыдысқа салған ыңғайлы. Осылай барлық қатырылған құлпынайларды бірінің үстіне бірін қойып сала беремін. Бір-біріне енді жабыспайды, қорықпаңыздар. Ал қыстың кезінде немесе кез келген уақытта осы қатырылған құлпынайларды бір-екі даналап алып, ертіп алсаңыз, кәдімгі балғын түрдегі құлпынай болып, торттың бетіне безендіруге пайдалана берулеріңізге болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңызда құлпынайлар бір-біріне жабыспай, дана-дана болып тұр. Қыстың кезінде де бірнеше уақыттан кейін алған кезде де дәл осылай тұрады. Сондықтан осы әдіспен сіздер құлпынайды немесе басқа жемістерді қатырып алуыңызға болады. Және де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және де алдағы уақытта бұдан да басқа түрлі рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма жазылып, қасындағы қоңыраушы белгісін баса кетіңіз.